Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге Кристине Штайнвайн және Микке шайырының бәріне су керек кітабына қысқаша түсінік айтамын. Аударған Тансу Рақымбаева. Су жер бетінде ең маңызды байлықтардың бірі. Адамдар ғана емес, жануарлар, өсімдіктер, тіпті бүкіл табиғат суға тәуелді. Сондықтан бәріне су керек кітабы судың табиғаттағы және адамдар өміріндегі рөлі туралы қызықты деректермен таныстырамын. Біріншіден, су жер бетінде үнемі айналып жүреді. Күннің жылуы әсерінен су буланып бұлтқа айналады. Кейін жаңбыр немесе қар болып қайтадан жерге түседі. Осылайша су табиғатта үздіксіз айналым жасайды. Бұл процесс өсімдіктердің өсуіне, жануарлардың тіршілігіне және адамдардың өміріне өте маңызды. Сонымен қатар теңіздер мен мұхиттарда әртүрлі қауіп-қатерлерге толы. Бұрынғы заманда теңіз қарақшылары кемелерге шабуыл жасап байлық іздеген, ал қазіргі кезде теңіздер үшін ең үлкен қауіптердің бірі пластик қалдықтары. Пластик өте баяу ыдырайды, кейде жүздеген жылдар қажет болады. Жел мен ағыс оны мұхиттарға алып кетеді де үлкен қоқыс аралдары пайда болады. Пластиктің тағы бір қауіпті түрі микропластик. Бұл өте ұсақ бөлшектер. Ол судың ішінде жүреді. Балықтар мен басқа теңіз жануарлары оларды байқамай жұтып қояды. Кейін адамдар сол балықтарды жеген кезде микропластик біздің ағзамызға түсуі мүмкін. Су тек табиғатта ғана емес, біздің күнделікті өмірімізде де маңызды. Біз суды тамақ дайындауға, жуынуға, киім жууға және тағы басқа көптеген істерге қолданамыз. Қолданылған су кәріз жүйесі арқылы арнайы тазарту орындарына барады. Ол жерде су бірнеше кезеңнен өтіп, қоқыстар мен зиянды заттары тазартылады. Теңіздер мен мұхиттарда табиғаттың тағы бір күшті құбылысы бар – цунами. Бұл теңіз түбіндегі жер сілкінісінен пайда болатын алып толқын. Ол жағалауға жеткенде үйлерді, көліктерді және басқа да заттарды алып кетуі мүмкін. Сондықтан адамдар мұндай табиғи апаттардан сақ болу үшін алдын ала дайындалады. Қазағы жердегі ең терең жер мұхиттағы үлкен шығымалар. Ғалымдар олардың түбін зерттегенде тіпті сол жерде де адамның әсерін, яғни микропластик іздерін тапқан. Осының бәрі бізге бір нәрсені түсіндіреді. Су өте қымбат ресурс. Егер біз табиғатты қорғамасақ, теңіздер мен өзендер ластанып, тіршілікке қауіп төнеді. Сондықтан суды үнемдеп пайдалану, қоқысты дұрыс тастау және табиғатты қорғау әр адамның міндеті. Өйткені шын мәнінде су бәріне керек. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.